Кайырлы күн, кадырменді достар. Біз бұл дәрісте экономикалық теорияның даму кезеңдерін, экономикалық мектептерді қорытындылай түсеміз. Біз өткен сабақтарда, соңғы 3 сабақта осы экономикалық мектептерді оқуға тырыстық. Және де сабақ оқып жатқан сіздер түгілі сабақ беріп жатқан менің өзім шатасып кететін жағдайға душар болдым. Қысқаша айтқан кезде миым ашып кетті. Енді қысқаша қорытынды жасап өтейік. Біз экономикалық мектептерді және де оның белді мүшелерін және даму кезеңдерін қарастырып өтеміз. Ең алғашқысы меркантилизм, белді мүшесі Томас Манн, және ол 16-17 ғасырларда дамыған. Одан кейін физиократизм, белді мүшесі Франсуа Кене деген кісі, ол 18 ғасырда дамыған. Одан кейінгі классикалық саяси экономия, немесе бұны классикалық мектеп деп атайды. Оның белді мүшесі Адам Смит, ол 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың бірінші жартысында дамыған. Кейінгілері ол біз білеміз, классикалық мектеп өкілдері олар марксизм және маржинализм болып бөлінген. Марксизмнің белді мүшесі Карл Маркс деген кісі, ал маржинализмнің белді мүшесі Карл Менгер деген кісі. Бұл екеуі де 19 ғасырдың екінші жартысы мен 20 ғасырға дейін дамыған. Енді келесілері неоклассикалық мектеп, ол белді мүшесі Альфред Маршалл деген кісі, ол 19 ғасырдың екінші жартысы мен 21 ғасырға дейін, қазіргі күнге шейін созылып келе жатыр бұл мектептің өкілдерінің ойлары. Кейінгісі кейсиандық мектеп, оның авторы ол Джон Кейнс деген азамат. Кейінгісі институционализм, оның белді мүшесі Торстейн Веблен деген азамат. Кейінгісі монетаризм саясаты, ол неоконсерватизм мектебі деп те атайды. Оның белді мүшесі Милтон Фридман деген кісі. Бұл үш мектепте 20 ғасырдан 21 ғасырға дейін әзіргі күнге шейін созылып келе жатыр. Жалпы бұл қысқа ғана біздің түйіндемеміз болып деп есептесек болады. Сіз осы кестенің электронды нұсқасын әрі презентациясын төмендегі сілтемеден таба аласыздар. Сіздерге көп рахмет, сау болыңыздар.